Балабум! Сәлеметсіңдер ме біздің кішкентай оқырмандар? Сәлем, достар! Бүгін сендерге ұртоқпақ ертегісін оқып беремін. Қане балақайлар, экранға жақын отырыңдар. Олай болса мен бастаймын. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Қырғауыл жүні қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар кедей тұрыпты тұзақ құрып, аң құс аулап күн көреді екен. Бір күні шал құрған тұзағына келсе, мені жіберіңізші. Сөйлейтін қазда болады екен ау. Қалағаныңды берейін. Маған бір жылдан кейін келіңіз, сұрағаныңызды беремін. Кемпір ау, тұзаққа үлкен қаз түсіпті. содан Ол жалынып өтінген соң оны босатып жібердім. ақмақ шалымай, қайғайдағы қазға сеніп отырсың. Бүгін кешкі асқа не жасаймын? Үйде түк қалмаған. Арадан бір жыл өтіп, шал қазбайды іздеп жолда келе жатса, алдынан 1000 түйе бағып жүрген жас бала жолығады. Балам, мұншама көп түйелер кімдікі болды? Бұл қазбайдың түйелері. Шал әрмен қарай жүре береді. Жүріп келе жатса, алдынан 1000 қой бағып жүрген бала кезігеді. Балам, мына қойлардың барлығы кімдікі? Бұл қазыбайдың қойлары. Шырағым, Қазыбайдың бұдан басқа тағы несі бар? Қазыбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Шал үнсіз бұрылып жүріп кетеді. Ол ұзақ жүріп ақыры Қазбайдың ауылына жетеді. Малдың басын қайырыңдар, кеш болмай барлығын жайлаңдар. Ассалаумағалейкум ақсақал, келіңіз. Уағалейкум ассалам. Осында Қазыбай деген бай бар деп еді. Сол Қазыбай мен боламын. Есіңде болса бір жыл бұрын маған қалағаныңды беремін деп едің. Соны сұрап келдім. Қалауыңызды айтыңыз. 3 ерекше дүниең бар деп естідім. Соның біреуін алайын. Піс қазанды алайын. Қалауыңыз болсын ақсақал. Піс қазаным піс. О, Алланың құдіреті. Міне ақсақал, алыңыз. Рахмет қарағым. Өркенің өссін. Мен үйге қайтайын. Кемпірім қуанатын болды. Бүгін жақсылап тамақтанатын болдық. Менікі ұшты. Менікі де. Енді менің кезегім. Жарайды, тағы ойнайық. Ассалаумағалейкум ата. Үйге асқа кіріңіз. Уағалейкум ассалам балам. Жарайды, кірейін. Балам қазанға тиіспеңдер. Оған піс қазаным піс демеңдер. Жарайды ата. Мына қазанның не кереметі бар екен соншама? Ақсақалдың қатты ескерткеніне қарағанда, Мұнда бір сыр бар. Піс қазаным, піс. ғажап, мұндай да болады екен ау. Ғажап, мұндай да болады екен ау. Осы қазанды білдіртпей өзіміздің қазанға ауыстырып қойсақ қалай болады екен? Онда мен үйдегі қазанды алып келейін. Тездетейік, ақсақал шықпай тұрғанда білдіртпей ауыстырып қояйық. Балалар қазанға тиіспедіңдер ме? Жоқ ата. Онда жақсы. Мен кеттім. Кемпір ау, қарасаған өзі тамақ жасайтын қазан алып келдім. Ондай да болам екен? Піс қазаным піс. Піс қазаным Ой, піс. сенде қайдағы жоқты шығар. Шал кемпірі ұрысқан соң, қазанды Қазбайға қайтарып беруге жол тартады. Неге олай болды екен? Онда оның орнына есекті алыңыз. Оның не қасиеті бар? Бұл есектің қасиеті құс есегім құс. Міне ақсақал, қасиеті осыда. Есегім менің ақылды, аузынан алтындар атылды. Таң қалдырып кемпірімді алтындарды беремін. Ассалаумағалейкум ата. Үйге асқа кіріңіз. Жарайды, кірсем кірейін. Бірақ сендер, балаларым мына есекке қарап құс есегім құс демеңдер, жарай ма? Жарайды ата. Жаңа ақсақал бізге ескертіп айтты емес пе? Тиіспей ақ қояйық. Ақсақалға айтпаймыз ғой. Құс есегім құс. Мә саған, не деген көп алтындар. Бұл есекті менің есегіммен ауыстырып қояйық. Қойыңдаршы, бұлай жасауға болмайды ғой. Демесең болды. Үндемей, түк болмағандай отырайық. Сонда ақсақал байқамайды. Балаларым, есекке тиіспедіңдер ме? Жоқ ата. Жарайсыңдар, онда мен жүрейін. Есегім менің ақылды, аузынан алтындар атылды. Таң қалдырып кемпірімді алтындарды беремін. Тағы не сүйреп келдің? Бұл кімнің есегі? Қазбай жаңа қазанның орнына осы есекті берді. Кемпірім ау, бұл есек жай есек емес. Қазір көресің, құс есегім құс.
Құс есегім, құс. Ой, ақ көңіл шалым ау, сен де қай-қайдағыны шығарып жүресің. Жаңа қазбайдың алдында құсып тұрған еді. Шал көңілсіз есекті сүйреп келе жатады. Қазбай, мына есегің үйге барғасын алтын құспай қойды. Неге олай болды екен, а? Есектің орнына мына ұртоқпақты берейін. Бұның қасиеті ұртоқпағым ұр, десеңіз сізге жамандық жасағандар тұрады. Рас па? Иә, ақсақал. Жарайды Қазбай, өркенің өссін. Мен үйге қайтайын. Шал ұртоқпақты алып үйіне келе жатса, тағы да алдынан әлгі балалар шығады. Ассалаумағалейкум ата, үйге асқа кіріңіз. Уағалейкумассалам. Қарақтарым, мына таяққа тиіспеңдер. Оған ұртоқпағым ұр, демеңдер жарай ма? Жарайды ата. Мына таяқтың не құдіреті бар екен, а? Ақсақал қатты ескертті ғой. Мүмкін бұл да қазан мен есек сияқты сиқырлы шығар. Ойбай басымай. Ата, көмектесіңізші. Ұртоқпақ, тоқта. Шал қазанды, құс есекті, ұртоқпақты алып үйіне мәз болып қайтыпты. Көрдіңдер ме балалар? Мүлдем өтірік айтуға, біреудің аманатына қиянат жасауға болмайды. Өтіріктің құйрығы бір тұтам дегені осы. Ертегі ұнаған болса, лайк басып біздің арнаға тіркеліп қойыңдар. Сау болыңдар достар.